Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қытырлақ әрі тіске жұмсақ болып келетін самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, үстінен тұзымызды салып араластырамыз. Салқын сары майымызды салып қамыр илейміз. Осындай үгітілмелі қамыр пайда болады. Содан кейін үстінен жұмыртқамызды саламыз. Сметананы саламыз. Және де қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып холодильникке 1 сағатқа жібереміз. Холодильниктен шыққан қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Қамырларыңыз неғұрлым жұқа болса, соғұрлым қатпарлы болып келеді. Қамырымызды жайып алғаннан кейін ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Содан кейін рулетик қылып орап шығамыз. Дайын болған қамырымызды 3-4 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке жібереміз. Холодильниктен шыққан қамырымыз бойына майлары сіңіп, жұмыс жасауға дайын болып тұрады. Қамырларымызды бірнеше бөлікке бөліп алып, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Ортасына салмасын салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйіп шықсаңыздар болады. Мен осылай 3 бұрышты етіп түйіп шықтым. Дайын болған самсаларымызды 180-190 градус қызған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.